Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздермен әсем Нұр. Бүгінгі тақырып белсенді сабақ. Сабақ педагогикалық туынды. Мұғалім жұмысының бір бөлігі. Әрбір сабақ біртұтас педагогикалық үдерісті жүзеге асыруға бағытталады. Оқыту, дамыту, тәрбиелеу. Белсенді сабақ табысты сабақтың алғы шарттарының бірі. Белсенді сабақты жоспарлау неден басталады? Мұғалім алдымен дайындық жұмыстарын жасайды. Оқу бағдарламасындағы тізбектелген сабақтар топтамасындағы осы сабақтың орнын белгілейді. Тақырыпқа қатысты негізгі ұғымдар мен түсініктерді зерделейді. Оқу мақсаттарына байланысты сабақтың тақырыбын, мақсаттарын анықтайды. Белсенді сабақта оқушылардың әрекеті танымдық, коммуникативті және өзін-өзі басқару тұрғысынан көрініс табуы қажет. Белсенді оқытудың мәні оқу үдерісі іс жүзінде барлық оқушылардың таным үдерісіне тартылатындай болып ұйымдастырылуы керек. Қазіргі кезде белсенді сабақ ұйымдастыруда Дэвид Колб ұсынған келесі схема кеңінен қолданыс табуда. Бірінші, уәж туындату, сабаққа ынталандыру және жаңа тақырыпты жариялау. Сабақ уақытының 10% үлесі. Екінші, өткен тақырыпты бекіту, қайталау. Сабақ уақытының 10% үлесі. Жаңа материалды игерту, сабақ уақытының 50% үлесі. Бағалау, сабақтың 10% үлесі. Сабақты қорытындылау, рефлексия, сабақ уақытының 10% үлесі. Оқу мақсаты, сол сабақта күтілетін нәтиже. Оқу мақсаты смарт мақсатқа негізделген болуы керек. Смарт тапсырмалар болуы керек. Оқу мақсатынан ауытқуға болмайды. Оқушыларды оқу мақсатына жетелеу керек. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде қолданылатын белсенді оқу стратегиялары мыналар. Шығармадағы бейнелер мен мәтіндерді зерделеу және бағалау, графикалық органайзерлерді қолдану, әңгімені бірігіп оқу, талқылау. Белсенді әдіс-тәсілдер туралы, қысқа мерзімді жоспарды құру жолдары туралы келесіде айтатын боламыз.